Қайырлы күн, мен Назерке, сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Және бүгінгі видеода мен сіздерге оқудың, үйренудің ең бір дұрыс, сапалы жолымен бөліскім келіп отыр. Егер де мен сіздермен бір оймен бөлісетін болсам, ол ойды сіздерге қабылдау кішкене қиынға түсуі мүмкін, иә? Мысал ретінде, қарапайым автокөлікті жүргізуді алайықшы. Егер де мен сіздерге оны бір қиын десем, немесе жоқ, керісінше автокөлік жүргізу ол тым оңай деп айтсам, бұл ойды сіз бір қатты түсінбеуіңіз де мүмкін, иә? Бірақ оның шын немесе өтірік екенін өзіңіз қашан біле аласыз? Яғни өзіңіз сол автокөлікті айдап көрген кезде, иә? Яғни бұл оймен оның дұрыс немесе өтірік екенін тек қана өзіңіз жасаған кезде ғана біле аласыз. Жарайды. Автокөлікті ол үйрену кішкене түсінікті, иә? Оны өзіңіз айдап көрмесеңіз, оны ешқашан үйрене алмайсыз. Онымен түсінікті. Бірақ абстрактілі заттарды біз қалай үйренеміз? Осыған тоқталсақ. Мысалы, математика, иә? Мектеп кезінен, сонау университет кезінде оқыған математикадағы сандарды біз не ұстап көре алмаймыз, не оның қосқанын біз оны физикалық тұрғыдан жасай алмаймыз. Бірақ оны қалай біз тиімді үйрене аламыз? Бұл сұраққа қиналып жауап іздеудің қажеті жоқ. Себебі сонау бұрынғы заманда философтардың бірі Сенека бұл сұраққа жауап беріп кеткен. Біз басқа адамдарды үйрете отырып, өзіміз де үйренеміз. Яғни Сенеканың айтқан бұл тұжырымдамасымен біз толыққанды келісеміз. Себебі бұл тұжырымдаманы ғалымдардың өзі де ғылыми тәжірибе жүзінде дәлелдеп өткен. Ол тәжірибеде не болды? Олар екі студенттер тобын алады, және бір топқа олар белгілі бір материалды берген кезде оларға осындай мақсат қояды. Сіздер осы материалды басқа адамдарға түсіндіріп айтып берулеріңіз керек дейді, иә? Ал екінші топқа айтады, сіздер бұл материалды бойынша емтихан тапсырасыздар дейді. Сіздердің ойларыңызша, осы екі топқа да екі емтиханды бірдей берген кезде қай студенттердің көрсеткіші әлдеқайда жақсы болды? Әрине біріншісінікі, иә? Себебі олар басқа адамдарға үйретіп оқыту барысында материалды түсінуге деген шабыты да, мақсаты да әлдеқайда жоғарырақ болды. Сол себепті де олар белгілі бір ақпаратты өте жақсы түсінді. Сіздер де тура солай белгілі бір ақпаратты үйреніп, оны өзіңіз арқылы өткізіп, жақсы түсініп үйрену үшін не істеу керек? Я, небәрі басқа адамдармен өзіңіздің біліміңізбен бөлісу керек. Сол кезде ғана сіз біліммен бөлісу арқылы өзіңіз сол тақырыпты жақсырақ түсінетін боласыз. Пайдалы видеоларда бөлісетін ақпараттарды біз өзіміздің орталықта міндетті түрде пайдаланамыз. Осы эффектіні, яғни басқа адамдармен бөлісіп, үйрену мақсатында біз көптеген курстарымызда тапсырмалар болады, және ол тапсырманы міндетті түрде кері байланыс алу үшін кураторға жіберу керек болады. Яғни сіз белгілі бір ақпаратты тек қана көре салып, яғни ол миыңызға қаншалықты қонғаны, қонбағаны түсініксіз болса, ол ақпаратты сіз басқа адамға түсіндіріп, немесе жаңағыдай тапсырманы орындау барысында сіз бұл ақпаратты өзіңіз арқылы өткізу арқылы жақсы түсінесіз. Сол себепті де біздің курстарымыздың сапалы болып, кері байланыстың жақсы болуының себебі де осыда шығар. Ал мен сіздермен өз кезегінде келесі де өте пайдалы видеоларда көріскенше сау болыңыздар деймін.